Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фастфуд жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. 1920 жылдары ең бірінші фастфуд тағамы Америкада қолданысқа ие болған. Фастфуд денсаулыққа зиян тигізетін тағам екенін әрбір адам біледі. Фастфуд өте тез әрі кең қолданылатын тағамдардың бірі. Фастфуд деген сөз ағылшын тілінен аударғанда жылдам тамақ дегенді білдіреді. Фастфуд ыңғайлы, жылдам, бірақ денсаулыққа өте зиянды. Фастфуд өнімдерінде пайдалы компоненттер өте аз. Оны жиі жейтін адамда витамин жетіспеушілігі болады. Фастфуд атаулының құрамында тағамдық жасанды қоспалар бар. Ал жасанды қоспа атаулы адамның ішкі құрылысына орасан зиян екені белгілі. Гамбургер, чизбургерлерді жиі жеген адамның ас қорыту жүйесі бұзылып, ауруға шалдығады. Ал бұл ішек қарынға қандай апат әкелері айтпаса да түсінікті. Зиянды элементтер адамның ағзасына тарап қана қоймай, бүйрек, бауыр жұмысын бұзылуына әкеп соғады. Бүгінде елімізде асқазан ауруының көбейіп кетуіне де осы фастфудтың үлес қосып жатқаны жасырын емес. Фастфуд жеген адамның денсаулығы көп ұзамай мынадай зардап шегеді. Артық салмақ пен семіздік, бүйрек аурулары, гипертония, холестериннің көбеюі, бауыр ауруы, асқазан жарасы мен гастрит. Қысқасы, фастфудтың зиянды әсер етпейтін мүшесі жоқ. Оның алдымен семіздікке шалдықтыратынын американдықтардың өздері мойындап отыр. Бүгінде Америкада фастфуд тағамдарымен күрес шаралары жүргізілуде. Құрамында ешқандай витамин, пайдалы заттар жоқ фастфудты жегенше, аз ғана уақыт бөліп, үйде әзірленген асты тұтынған мың есе артық. Сондықтан мен қалың көпшілікке көшеде даярланатын тағамдарды өте абайлап жеген дұрыс екенін айтар едім. Ауру астан деген дана қазақтың сөзі бекер айтылмаған. Сіздер үшін пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарап, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.